Бекітілген кестеге сәйкес Келес ауданының әкімі бұған дейін 11 ауылдық округ тұрғындарымен кездескен болатын. Соңғы жүздесу қорытындысы өңір орталығы Абай ауылында болды. Ондағы мәселелер қандай? Ең алдымен аудан әкімімен жүздесуге келген тұрғындар өңір басшысына халықпен бетпе-бет жүздесіп, мұң-мұқтажын тыңдауға келгендігі үшін өз алғыстарын жеткізуден бастады. Сонан соң мәселелерге көшті. Қоғамдық кеңестің төрағасы Ахмет Мұхамеджанов Абай ауылында инфрақұрылымдық құрылыс нысандарының жаңаруы бойынша оң көзқарасын танытып, көгалдандыру жұмыстарына сын айтты. Мұнанша қыруар тірлік істеп, енді еккен нәрселерді көгертпеген ол енді жауыздық. Ал енді оны қалай шешесіздер? Мекемеге бересіздер ма? Бюджеттен төлейсіздер ма? Оның бәріне біз ырзамыз. Бірақ ендігі біздің тамаша көшелеріміз көгеру керек. Бірақ мәселе мен айтамын. Өз кезегінде аудан басшысы Ахмет Еспаев сыналған мәселенің орынды екендігіне тоқталып, көгалдандыру жұмыстарын жандандыру бойынша ағымдағы жылы аудан бойынша қолға алатынын жеткізді. Өзіміздің ауылымыз болғаннан кейін біз көгерту. Дұрыс айтасыз, бұл енді әрбір өзіміздің отырған үйімізге қалай қараймыз, сол сияқты мынау мемлекеттік мекеме болғанымен осы жерде жайғасып осы жерде отырғаннан кейін жан-жағын тазалығы, реттеуі, барлығы осы жерде отырған басшы қарау керек, әрбір мекеме басшысы. Сол сияқты мына енді Абай ауылының ішінде бұл кісі кеше осы бір апта 2 аптаның көлемінде маған схемаларын алып келген көгалдандыру бойынша. Көгалдандыру мәселесіне жыл сайын егіледі. Апта басында бастаған халықпен кездесуінде аудан басшысы 100-ге жуық адамдарды қабылдап, өтініштерін тыңдады. Сондай-ақ аудан әкімі жиында сөз алған азаматтардың ұсынысын, көтерген мәселелерін талқылап, заң аясында шешілетіндігін айтқан болатын. Ендігі кезекте Ахмет Еспаевтан айтылған проблемалардан оң нәтиже болады деген үміттеміз. Еркежан Құрбанәліқызы, Хүснедин Хасанұлы, Ерлан Сәрсенбеков, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.